Burgere çıkanlarımız kutlu olsun. Biraz baktır olsun. Benim yesim Jakınbek bolam. Sizlerden Oğuz balanızın nağaşçı bolam. Yesim Jakınbek. Burum Nayman. Naymanın içindeki sargaldağımız. Allah'ın içindeki karlağaşımız. Özümün keyin kəsim. Benim Orunbek. Özüm tanısız geçer. Bakmasam tek jası baktır olsun. Bütün otoları büyük болып, şagadatları mıқты болып, елдің халықтың азаматшасының азаматы болсын. Осы ағамыздың кешегіміздің дастарханында тек той болсын, жақсылық болсын. Қазақтың не дейді, көрген тек той болсын, жеген ет болсын дейді ғой. Құдай қаласа, ет жас бақытты болсын. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Жастар бақытты, баянды өмір сүрсін. Аман болайық. Осы үйде тек қана жақсылық болсын. Қатысқаныңызға қуанышымыз. Бұл кісі қасым қосылықшы. Жәкен үйіндегі жеңгеміз Ардар есімі. Қол көтеріп қойыңыз, Гүлмира үйіндегі. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Құдай қаласа мына талақтарыңыз мол жылдық бола берсін. Жақсы келін болсын еткені түп нағашылар мықты, сүйегі мықты, сіздер болғаны үшін әр уақыт сыйлаған адамдар. Бақытты болсын, жастар өссін, өздері кеңейсін, тек жақсы ондай дерсін. Мен ағам сол қуанып, аман есен жүре берсін. Абдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Тойға ұласа берсін. Сіздерді екі жақсы таныстырып отырған екі жас бақытты болып, өз-өздерімен көбейіп, өз-өздерін сіз-біздіктеріңіз арта берсін. Арты жақсылық болсын. Тамаша. Мінекей. Ой, бәрекелді. На сервировкада ауыстырып жіберіңіздер, тарелка болса беріп қойыңыздар. Әкем сұрса. Так, прибор ауыстырып жіберу керек. Марат тарелка сізге. Марат Айшапан, Шапанан алып, Саршан жемін алып. Сіздер алып отырыңыздар, сәлемәнге салып отырайын. Осы отырған
әзірге тәртіпке бас иген қол болмас дейді. Шамалы сабыр сақтайық. Ал енді, мынау қырандайын бапталып келе жатсыз, қыранның алдымен қанатын баптау керек, өзін соңынан сақтау керек деп, нағашы жұрты жалғап, мінекей күйеу жұрты жақсы тілегін арнап, біз енді мына оптың сөз береміз. Үйтпесе уақыттан оқылайын деп тұрмыз, оның үстіне мына түркістандықтардың ақтап еттім ғой, оптың сатамыз, оптың сатып аламыз. Соңына асабаларды үйленіп алдық әттен оптың сөз беретінге. Сондықтан мына асабалар бізді топтады демеңіздер, бөлінгенді бөрі жер дейді, бір-бір жақсы ниет тілеп өздеріңізден болсын, ал махаббат жақсының жақсылығын айт, нұрын тасытып, нағашылар бар, ағайын туыс бауырлар бар, осы кісілерді жақсылап жалғасшан бір топ қылып бәріне бір сөз берейік, ата-ананы ғана алып қалайық. Кестік па? Лұқы емес қой. Енді олай болса, мына Меккенің мәдениет жолынша алыс сапар дейді ғой барған кісі. Ақшаулықта алтын құрсақта мінеге аналарды сыйлап өтсек, Мекке болып табылар үйдің іші дейді. Құдай қаласын Нұрсұлу апа, мына тілекті өзіңізден бастан, құдалардан рұқсат болса әрине. Енді семья болсын, екеуі де ата-анасына мейірімді болсын, біздің бала сіздерге мейірімді болсын, сіздердің қыздарың бізге мейірімді болсын, бақытты етіп барам деді, бақытты болсын екеуі. Немере жебіре сүйсін. Алланың рызасын, Алладың не тілесе тілектері қабыл, мұраттары асыл болсын, иманды, ақылды, парасатты, үлкен-үлкенді сыйлап, кісіні сыйлап, инабатты, ақылды, парасатты болсын. Мына дастархандарың мол болсын, рахмет Құдағы шақырып отырғандарыңа. Екі жас бақытты болсын, Құда қаласы елімізге бесік той болсын, сүндет той болсын, немере шөбере сүйіп, сөйтіп жүре беріңіздер. Достары көп болсын, дұшпандары жоқ болсын, қатар орны алды болсын. Аңсаған армандарына жете берсін. Алладан не тілесе тілектері қабыл, мұраттары асыл болсын. Ауырмаңыз, шашамаңыз, мұза суын ішпеңіз, апа деп қойын да. Иә, айтқаныңыз айдай келсін Құдай қаласа. Әрине, олай болса құдалар жалғастырайық, жол-жолмен мінекей. Нағашылар күйеу баламыздың қай жағынан? Құдалардан бір дауыс. Оптың тілек болып жатыр. Құда мен құдағиды алып қаламыз, қалған бәріне бір дауыс. Иә. Ал құда-құдағилар, мына бағанымда сіздер жаңа түп нағашыны беріңіздер ма? Иә. Міне түп нағашы апам отыр, міне. Бұда жаңа кісі айтқаны баны есіне алып осы құда-құдағиларымыз үйленіп, осы кісілер енді семья болып құдалығына мен де барып едім. Енді бұл кісілердің енді перзенттерінде құдалығына келіп отырмын. Алла қаласа, енді немерелеріңде құдалығында болып қалардың болған емес жақсы. Өмір деген қандай ya? Осы кісілерде кеше ғана үйленіп, төрінде отырып өстім. Бұл кісілер күйеу болып бізге кісілер күткен бізді осы кезде. Жаңа кісілер айтып отыр, айдекеңдерде бая құдай еді деп. Бізде құда болғанбыз екі баяқты бізде. Ал, рахмет. Мынау дастархан желші жайылып жатыр дейді ғой. Осы жастар біздің болашағымыз, ұлымызды ұяға, қызымызды қияға қондырсақ деп армандаймыз. Любой ата-ана армандайды деп ойлаймын. Әрине ол мен балам жаман жерге барсын, болмаса жаман жерін алсын деп айтпайды. Әрқайсы жақсы жерге барсын, жақсы жерді алсын деп. Оның бәрі ненің арқасында, оның бәрі бір-бірімізге деген сый-сияпатымыздың арқасында, сыйластығымыздың арқасында, адамгершілігіміздің арқасында. Құдағи, мынау сіздердің араларыңызда жаңағы сыйластықтарыңыз, сый-сияпаттарыңыз өте кереметтей болсын. Нешеме поколение айтып жүретіндей кереметтей дүние болсын осы жерде. Екі жасқа келсек, бақытты болсын, махаббаттар баянды болсын. Кеше ғана қолымызда жүгіріп жүрген баламыз уже үйленіп жатыр. Бір шаңарақ ішінен шаңарақ тұтып жатыр, құрып жатыр. Бастары бір бастар екі бас болсын дейдік, бір бас екі бас болып жатыр Алла қаласа. Үш бас болсын, төрт бас болсын, көбейе берсін, өсе берсін, өне берсін. Үлкен кісілердің өшеріп жатқан апа ағаларымыздың жолын бере берсін. Ал шаңарақтарымызға қызықшылық той көрсін тілеймін. Ал Рахмет, Құдайға айтқан тілегіңіз айдай келсін дегіңіз келеді. Нағашысы ма? Түп нағашысы. О, түп нағашысы Құдай қаласа. Бір жақсылап қошеметтеп қойып мінекей. Екі жас бақытты болсын, дендері сау болсын. Ол жайлап отқан дастарханымыз әрқашан қуанышты болсын. Елімізде бес тойға келейік. Ой, айналайын. Керекті важный
кредит ол. Жаста болсын қараш. Түргелгеннен түрілме деп жақсатып өзімде. Соны апамыздан бала айтты. Келесі жолы нәресе келсін деп әні. Өмірдің сәні де мәні де соғы бала шаға. Рахмет, құдалар, қай жағынан? Құдашалар ма? Құдашалар, бір ауыз. Мына қымбатты қадірменді ағайындар. Өзі жалпы өмірде екі адам бар дейін ма деген. Бірінші анасы бар адамдар болса, екінші құдаша. Постоянно құдаша болып жүреді бұл кісілер. Bir жақсылап қошеметтеп қойсақ, Құдай қаласа. Құдашалардың сені қандай істеп жатыр? Екі жасымыз бақытты болсын, баянды болсын, өсіп, көбейсін, біздің жолымыз ерсін. Тұрсынай үйінде үшеу ақтырады енді. Күйеу бала Тұрсынай, жаңағы Нұрбақ үшеуі, үйлері чиста болатыны, бізге келсе күледі. Ой, не машин сіздеріңізден, немерелеріңізден дейді. Тұрсынай, соны тілеймін саған. Немерелерің шығып жатсын, ал ойыңда жыртып жатсын. Қаласа. Біз барғанда айналайын Тұрсынай, миымыз ашып кетті, біз кетіп жатайық ол кезде бізге есіліп қалады, Құда қаласа. Жақсы, жарымыз, бәрімізге жақсылық тілеймін. Ең басымыз сау болып, өмір жасымыз ұзақ болсын, коронавирус деген бәледен аулақ болайық, Құда қаласа. Төрт көзіміз түгел аман-есен болайық. Бала-шағамыз, немерелеріміз өсіп, өніп, көбейе берсін. Алла тағала солардың қызығын көрсетпесін. Одан басқа тілек жоқ, солардың қызығын көп жүре берсін. Тамаша. Құдаша өте тамаша тілек айтты. Осындай абойларына жин, сыз тасасын деді бала-шаға бұлайында. Иә, әйелі қымбатты ағайындар, бәріміздің чейітіміз мінекен Құдайға, Құдағи, мына үйіңіздің ішін мұрагерге, сыртының бәрі құлагерге толсын дегіңіз. Жалғастырайық, жол меканікі. Құда-құдағилар, төрге шығарып, құрметке қошеметтеп атқандарыңызға рахмет. Мына ақтастырғандарыңыз жақсылыққа толыға жарайсын. Жастар ғой енді біздердің сіздер табысты барған. Бақытты болсын, сау болсын. Өздерімен өздері көбейсін Құда қаласа. Біз жаққа инабатты, иманды келін болсын Құда қаласа. Ана келін болсын, дана келін болсын. Әйтеуір мына екі жас қол ұстап, өмірдегі теңізге бір шығып жатыр ғой енді. Кедергісіз болсын, жолдары ашық болсын, бақытты болсын. Тек солардың қызықшылығына бас қосайық. Жақсылықтарда. Айтылып атқан тілектің бәріне қосын. Алланың құлағына шалына берсін. Балдарымыз бақытты болсын. Сендеріміз сау болсын. Ура! Тамаша! Рахмет! Жалғастырайық, жол-жолымен қай жағынан? Арғарып кете береді, қояқ қаны. Алғашқы қадамыз Тұш! Құда болып келіп атқан. Құдай қаласа тек жақсылық болсын, осындай той болсын, екі жас бақытты болсын. Ақ ниетіміз бізге Құдай қаласа дана келін болсын, дара келін болсын, көп балалы ана келін болсын. Бақытты болсын. Тамаша, рахмет, әдемі. Қайынсымен күйеу балам көзінен ағы қолдарының Құдай қаласа келін құтты болсын, екі жас бақытты болсын. Бірақ енді қызыңыз барған жерде тастай бар судай сынсын, сол елдің түзін түзетіп, сіздің артыңызды шығара берсін, сіздің еңбегіңіз үстеп бола берсін, бақытты болсын. Дайым, күйеу баламен қайынсіңлімді қуанта берсін, жылдарында қуантып жүрсін, мерелерін жүзін білсін. Әр уақытта осы екеуін сыйласа, сіздің қызыңызда бақытты болады. Енді мына қымбатты қадірменді ағайындар, енді барлығын түсінеміз, жаңа айтып жатыр, мына уақытта шектеулі болып жатыр. Әрине тілекті қоса берген жайымыз бар. Неге Құдамыздың бір туған бауырлар Құдай қаласын. Неге Құдаларымыз сіздердің де тілектеріңізді алайық, ниеттеріңізді алайық деп жатыр Құдай қаласы. Жол-жолымен кәнекей, жақсы тілек айтып отырайық. Пайғамбарымыз айтқан екен. Мен артындағы келе жатқан сүннеттеріме қуанамын. Сонда айтқан екен. Жалғыз басты біреу өмірде алдына барған екен, сонда Алла тағалаға
Sen ne yapacağımızı geldin deyip sıra koyman ekan. Qaytam yol bo'lmadi oy degende bo'lib turgan yolda o'zing o'tding. Men sana aytib berdim, men ümmetlerimni ko'paytib keldim deydi. Sol g'ina bizga yashas Peygamberimiz ümmetlerini ko'paytib yolmaytınday Allah'ın suyuklu kulu, Peygamberimiz suyuklu ümmeti bol. Şöyle bir ben şöyle bir kadeceli bir Allah Teala nasip etsin. Öbürlü şöbürlü bol, nemere şöbürlü şöbürlü geleceği olsun dedi. Nemerenin toyun toylar gerek. Amin. Na Xudoyga жақсы айтып отыр ағайындар. Ilgeride bir kişi Peygamberimizге kelip suraydı deydi, na жұмаққа бару үшін не істеу керек десе, Peygamberimiz жарықтық айтқан екен, ең бірінші Аллаға сыйып қоспау керек. Ал одан кейін мына ағайынмен тығыз араласу керек деп. Мына тілек айтып жатқан мінекей құдаларыңыздың барша бауырлары деп жатыр Құдай қаласа. Жол-жолмен ғана дейді. Айтып айтыңыз, қалай болды, не болды, кім барды, айтыңыз бәрін. Құрметті құда-құдағилар, бүгінгі құдалығымыз құтты болсын, тойымыз құтты бола берсін. 2 жас бақытты болсын, өздерімен өздері өсіп өне берсін. Мына құда қаласа бетімізді ашып алдық, енді осы үйде тек қана жақсылық болсын деймін. Келе беріңіз. Осы 2 жастың тек қана қуаныштарында, жақсылықтарында кездесе берейік, жүздесе берейік. Сол үшін алып қойыңыздар. Екі жасқа мен шаңғақтар дейік, керегілер кең болсын, елдер сау болсын. Мынау дастарханымыз тек жақсылыққа жайылсын дейміз. Той болсын. Ай, бәле. Необычный тілектерден айтыңыз, ашып күштен қандай, орысшалап мағын. Құрметті құда-құдағилар, құдалығымыз мәңгілік болсын, құтты болсын, бәріне себепкер болған 2 жас бақытты, баянды болсын. Bir vaqt bizning ağam men jegirning ko'zmen qarasi, arg'men qarasi. Bir basa 2 bo'ldi, arg'ay жалғаса bersin, o'zmen o'ssin, o'lsin. Dasturxonda da dasturga joysin. Siz bizning joyimiz. Тамашада ағайындар, егерде қара сөздің патшалық тұрған Хакім Абай атамыздың үйіне мәшһүр Жүсіп көбейіп кеп жаңа. Сөйтсе Абай атамыз мәшһүр Жүсіп естен кірместен, мәшһүр Жүсіп, мен саған 3 сұрақ қоям. Құдай қайда, тозақ не, жұмақ не деп сұрақ қойыпты. Сол кезде мәшһүр Жүсіп көкеміз ойланбастан Абай ата, кімнің бойында Аллах деген сенім бар, Құдай соның бойында, кімнің әйелі жаман, тозақ соның үйі. Мен сіздің үйіңізді жұмақтың төр деп кеп тұрмын деген екен. Құдай қаласа біздің қызымыз, мына сіздердің елдеріңізді жұмақтың төріне айналады деп ойдамыз Құдай қаласа. Жалғастыра екен, жоқ қай жағынан. Ал құдалар бүгін құдалығымыз құтты болсын, денсаулығымыз мықты болып, 2 жас бақытты болып, денелері сау, өмірлері ұзақ болып, ортамызда ойнап күтіп жүре берсін. Құдағи ғой, қателеспесем. Дастарханымыз құтты болсын, құдалығымыз құтты болсын. Қыздарымыз құда қаласа мен қайнымен келінмені бақ болып қонсын. Ырысты дәулетті несібелі болып келсін. Келесі жылы бесік тойда жақсылықта, әрдайым дастархан жақсылыққа жайылсын. Мына өзі Алматының тұлмашы, сатирик жазушы Османхан Әубәкіров деген ағамыз былай деп жырлаған екен, жалпы дүниеде махаббаттың 3 түрі болады дейді. Біріншісінде көбелек махаббат, екіншісінде сүмелек махаббат, үшінші керемет махаббат. Мына көбелек махаббат дегеніміз әр гүлден гүлге қонып 50 жасқа дейін үйленбей жүретіндер көбелек махаббат дейді екенбіз. Мына сүмелек махаббат дегеніміз әкем айтты деп үйленіп, шешеме ұнамай қалды деп ажырасып кететіндер екен. Жаңа мамин несін өшіктерді жаңа. Мына керемет махаббат дегеніміз өмірдің ащысы мен тұщысына, мына қызығы мен шыжығына бірге тоса білетіндер екен. Мына қосылған қос аққуымызға керемет махаббат тілеп, бір жақсылап қошеметтесек болады ағайындар. Көңілімізді табады, отыңызды жағады, кіріңізді жуады, балаларыңызды туады, ағниет болып кіреді, тұрсын айтып алып шығады. Олай ма? Ал, енді тілектің тізімін біз бүгінгі тойдың иесі, өзінің бар киесі, қызының тойын тойлаған, қызығына тоймаған. Айналайын қызым, барған жерде балдай батып судайсың се болды. Басқа бақыттың керек жоқ деп ойлаған, әкенің ақ белгілей берейін. Әкенің сөзі оқ деген, әкеден асқар жоқ деген. Жүргенің тойдың ордасы, жегенің ойдың марқасы, осының бәрі ағайын, әкелердің арқасы деп. Осының бәрі сіздің арқаңызға. Тойыңыз құтты болсын.
Aldыңыз мына 2 жас бақытты болсын, шүкірлі болсын. Әмин. 2 жақтар сенімді болсын. Ой, бәрекелді. Жақсылық болсын, той болсын. Ой, бәрекелді. Мынау Сірейдің жігіттері көп сөйлемейді, аз сөйлейді. Заты көбі сындырады да бұл кісілер. Ой, бәрекелді. Қошеметтеп қойсаңыздар болады. Енді бүгін Ақ-Дастарханды жайнатып, сарсамауынды қайнатып, абзал азаматының елінің жұртының құдалардың көп қоласын сайлатып жатқан. Ол әрине айналайын Айша апасы өзіңіз. Сондықтан да үніне жүрегімнің құлақ тұрдым. Мен бүгін жыласам тек қана қуаныштан жылап тұрмын. Құлағымда сырға кеп таққан кезде бой жетіп қалған еді. Бірақ білдім деп, кеше ғана құлдыраңдап жүрген кішкентай ғана ақ ниетіңіз бүгін міне бой жеткен екен. Бір елдің жігітінің көзі түскен екен, екі жастың бір-біріне сөзі түскен екен. Қыздың бой жеткенін жігіт білер екен де, жігіттің ер жеткенін армия білер екен ғой. Сондықтан да мінекей қызыңыз бой жетіп қапты әпке. Тойлықты болсын. Ойбай, демден жыламақсың. Өзім айтқандай қуаныштым. Иә, жыласа қыз өтпей атқандар жыласын қой болсын. Не қылдаймыз мынау, 2 жасымыз бақытты болсын, төрге шыққандарымыз, құдалықтарымыз мың жылдық болсын, құтты болсын төрге шыққандарымыз. Мынау не қылдаймыз, өзі жаңағы айтып жатыр ғой, қуаныштың көз жасы деп соғысады. Бүгін қызымызды қолымыздан жүріп жатырмыз. Өсірді, қастық, бақтық. Барған жерінде бақытты болсын, барған жерін бақытты қылсын. Қасыл жеке қызыл. Не қылдаймыз? Так, жек болсаң. Құда қаласа өзінің таңдауы болды. Не қылдаймыз мынау? Бақытты болсын, 2 жас. Солардың осы қызықшылығына тоймай, куәгер болып жүре берейік. Өстіп, сіз біздігіміз артып, күліп ойнап жүре берейік. Құда қаласа, келер жылы шілдехана той болсын. Немере құтты болсын бізге 2 жаққа да. Жаңылдаймыз мынау. Енді бізден кетті сіздерге жетеді құда қаласа. Сіздерге аманат. Сіздерге табыстаймыз құда қаласа. Бақытты болсын жастар. Мақтасам ол желіге, қара шашым желбірей. Жаным деп қойшы. Деп тұрдым бота көзің мөлдірегенде. Бота көзім мөлдіреп жүрегі балапандарым деп елжіреп. Алла бұйыртса, келер жылы бір емес, қошқардай қосыл келді деп, сол үйдің төріне төрлетіп, ақ бесікті тербетіп бара беріңіздер. Ал енді көрдіңіз бе жаңағыда енді босап келе жатса көңіл желпіп жібересіз қайтып кетеді. Босап келе жатса желпіп жібересіз қайтып үйіп қоя бересіз. Осы 20 жасқа дейін келгенше менің құшағымда жатты. Бүгінгі күнге дейін құда қаласа енді өзінің таңдаған асыл жарының құшағына барып, үбірлі шүбірлі бола берсін. Ой, рахмет. Асыл жейшем деп келсем бір ай болды. Қашан көрсем ремонт, қашан көрсем неқта жүреді, бір айдан бет ұйықтаған жоқ кісі. Оңай емес қой. Ал енді мынау қос құда қазақтың кең жазирасындай құшақты ашайық. Аға сіз сол жерде смело отыра беріңіз. Құшақты ашып, спокойно қимылдамаңыз, өзі барыңыз. Не қагеңіз. Енді мынау өмірге ертарақ ұл мен қыз келіп, немере сүйіп, маңдайынан иіскейін десеңіз, мынау жүгіріп келесіз. Құдаңызға барыңыз, құшаққа алыңыз, 1000 жылдық мөрді басыңыз, ал кетті, құшаққа ұрпағын бір көтеріп жерге қойдым деп айтатындай болды ғой. Енді дастарханның басына барайық, аумейін деп, ақ батасын алайық, е? Дұрыс па? Ал құда мен құдағиды жайғастыруға ұрықсат.
Екі атана келер жылы осылардың қызықшылығына тоймай немере, шөбере, шөпшек, жүргеніне нәсіп етсін. Осы жердегі жақсылықтар, жақсы тілектердің бәрі періштелердің құлағына шалынып, Алла Тағаладан қолдап, желеп Құда қаласа, әр тілектердің бәрі ағынан жарып, келер жылға бар жақсылыққа қостасыңыздар жай беріңіздер. Амин. Құдағилар қауымы ауызы бөлмеде. Костюм шалбарымыз. Біздің алдымызда міне бастайды. Турецкий. Ілеу айтпақшы ма, сама әдебінде өсмен. Айша құдағиға көйлек. Турецкий. Сәт шайға неге дәлі әдемі күшті екен, міне. Көйлек алмайды болды. Кешенге тосын, тойға киіңіз, немере шөберені болыңыз, жүзге кеңіз, ал. Құдағиға алтын сырға Шапалақ, шапалақ, шапалақ. Құлақ бір-біріне құшақтасу, бет сүйісу. Әже болыңыз, немерелер жетектеп жүр. Ал менің Айша жеңгем Әзімхан бауырым Алла қаласа бақман еде болсын. Әже болды деген Жылсай ғана. Не қашықса жүзін тағайын деп атып саған. Күйеу балаға мына құдағи сізге алтын жүзік. Құдашаға. Осындай жаздың ағын еттім. Құнан әншесі. Ағниетке, қайтуын.
Bilmeyim, ana Құданың бауырларына қызға осы құданың Мен жалғыз қатынас ішін ашып көрсетейін. Міне орамал маған. Мата. Көрнекті, жақсылықты көрнекті дейді. Мына менің күйеуім. Бірақ Айгүлге, Айгүл тасына, біреуі Ғалзия, Гүлжамал, біреуі Гүлжамал, Меруетке, Sizden ağanızın cenginiz. Sizce köylü, oramal ağanızın cenginiz. Ben şimdi kasalasa. Ne kızım giyin ağzı. Ayşe Mısırhan o şeyde Nağaş yapasa kiyem, nağaş soğusu. Nağaş, Şapalar Kulağı'nın anası bizim Ayşe'ga Kuylek Nurşansı var ya. Canım hemşehrim. Bayağına adamlar bu buksa armayı öyle kanday tüpe. Kulağı bir getirdim ben foto. Nırşa giygen kulağı. Benim ağamda da kiyin yalan sürelim olsun. Jengelerge. Balziya, Ayşe, jengelerge. Al Nur, nege bolsun. Mına baldızlarga. Не, инстан посылка ма?
Onda mega çok. Есік ашып беріп берді, дағылар қызмет Испаниядан тұрып беріп берді, құрып, қымысын дайындап қойды. Не айту керек дейді. Екі жас бақытты болсын, баянды болсын, қатар құрдың алды болсын, екеуі де ата-анасына мейірімді болсын, біздің бала сіздерге, сіздердің қыздар бізге. Немере шөбере шөп-шөп сүйген бесік той болсын, Алланың нұрын саусын, Алла неде тілесе тіле қабыл мұраттар ашыл болсын. Осы әкелген бұйымдардың бәрі қызға өз киіп, өз тоздырып жүрсін. Бақытты болсын, баянды. Басын иіп, киіп қою, құрметіне ағамды лайық көріп жатқан жайымыз бар. Домбыраның сарнауы ағашынан судың таза болуы сағасынан, жігіттің де қыздың да супер болуы әрине. Аллаға, олай болса, мынау киіпті сіз қойды деп білеміз. Бірақ енді сізді үлкен басып жұмсамай-ақ қояйын. Әпше өз қоямыз. Бола ма? Бәрі ағам қойды деп біліп, бір қошеметтеп қойыңыздар. Құданың қасы сақшы. Құдеке үйде кім бастық? Бірінші кесін. Құда бастық. Кесеңізші. Ой, бәрекелі. Жаурап қамасын деп қыстып көрді алды. Айналайын құдаға. Не болды құданың размері намағасы па деп? Сыймайды деп тұрсыз ба? Сияды. Олай болса құдеке мынау біздің сыйымыз. Үстіңізге
sıysa da sıymasa da kiyiniz et, körünüz et. Al geldi. Ben size çiğitip koyak da. Geldi. Oy berekelde. Sıra zaptın takşmemeksin de. Sıra zaptın takşmemeksin. Ayskopsi persiyeni var kelimet. Yendi. Kudağa. Persiyeni maska. Altın persiyen. Altınlar şakıra veririz. Oy berekelde. Oy rahmet. Ұрпақтыңыздың жалғайтын, мынау тон кисе төлегеннен аумайтын құданы бір қошеметке қойын. Енді құдағиға брендовый пальто. Турция. Из Турции. Бұның өзінің сыры бар. Енді құдағиға. Құдағиға бриллиант көзі алтын сырға. Апамызға әдемі сыр киімі, көйлек орамалы және енді апам шашады киіп ой бәрекелді. Және апама не? Алтын жүзігіміз. Алтын сақина. Сенің анаң алтын, менің анаң алтын. Ағаларды құрметтеп, қол соғыңдар жалпын. Ой бәрекелді апа. Енді кімге? Құданың әпкесіне әдемі сырт киім көйлек орамалы менен алтын сақина қошеметтеп қойыңыздар. Ой бәрекелді. Мынау күйеу баланікі да, күйеу баланікі және жолдас баланікі ба? Ой бәрекелді. Әдемі брендовый куртка. Молодец. Дұрыс. Болды. О кісілерді әкеп ялпай қояды мына жерге. О, Камошниядан өтіп, Түркиядан жеткен бір персон. 12 адамға мынандай не 50 персондық ыдыс. Бәрін әкемек қойық деп атық та? Бәріне құрсын қалған ұрлалаған адам самай көрсетейік та солама. Ода міне ыдыс деген сөз, ырыс деген сөз. Ырысты болсын, сіздерде жылысты болсын. Давайте мына жерге төрт ұштап ит қояқтар. Айналайын базардан аралап жүріп, ал әкелгенде әкелгенде кетпей қалмас енді әкеле берсін енді. Жақсыны көрмек үшін. Құда баланың аяғы басып кететін болсын солай Қайта жақсы басты. Сіздер жүріңіз. Құдағи айналайын-ау. Арасында 60-70 персондықтар бар екен, жөндеп көріп отырмыздар. Онда біз сондай ана жерде. Ой, бәрі. Міне. Енді мінекей Құдағидың сіңілісі және Құдаша. Құданың қарындасы. Екі құдаша. Екі құдаша. Мына аяқта біраз құдалар ән саптыр. Келші, құдаша деп. Сіздермен билегісі кеп тұр. Иә. Үй бүтсін. Айша, сен болдың ба? Міне болды. Бірі соңға деп атыр. Ой, молодец. Әлекей, шүрекей емес. Кім қолданады? Мужской, женский емес. Ыдыс деген сөз, ырыс деген сөз. Мына кісілерді үйге сүйкімді болып баратын болды ғой. Нағашыларымыз. Біздер түп нағашы
жаңағы наймандар қойып жатыр. Аттың жақсы сайрамда, қыздың жақсы найманда. Күнге шықса шамасына Ой, bir maymuna naymanlar qaytedi. Naymanlar Toylarımızda qaytdi apa. Ne bo'ldi? Ana mamasına qaytdi Endi kim? Бұл мынау өзімнен кейінгі қайным қойып жатыр. Ой, молодец. Құда мен құдағиға көрпе ма? Ой, молодец. Мұнда бұны жолдас боласың. Құдаларға бір-бір шапан. Құдағиларға бір-бір көрпе. Міне. Жолдас баланыкі. Енді құдашасыз неге отырасың қайыр? Tағы біреу бар, біреу. Tағы біреу керек. Tағы біреу? Маған бермедіңіздер ма біреу? Біреу. Қазақ қызы береді, сосын бере береді деген рас қой осы. Көрдіңіз ба? Үндемей ала берсеңші дейміз ба? Біз мәжмақ Азымхан құданың ең кішкентай қарындасын біздің арнаған сыйлығымыз. Ой, молодец. Так, маған береді. Соның ішінде құнды құнсақтар айниясың. Жоқ, құдағы жоға болмайды, қасында. 18. Біреу. Арғарай. Сосын енді кім? Үлкен ағамның екі келіні. Sizde жақта қыз болса бізде аламыз. Қыз болса бар. Жет батыр ма? Кімге? Мынау Азимханның үлкен қызының несі қойылатын қоғыны. Атасы мен ненесіне қоймайды, қалғанына қойылады дейді. Ненесіне атасына жетеп нені.
Al жақында байды мен Ay, mına boldu ben doğacağım. Her doğacağım. Айтın, balışlar baydı. Oo, koşemette kolay bakayım. Kudalarım zor öldürme. Rahmet. Kudalarım zor öldürme. Айтın. Biliriz. Al yerine bırak. Kımbatlı kudalar. Hadi kur. Kamaz şakrak. Kamaz hak edin. Ayağı rahmet. Kudayı özü diyelim kızı. Kudayı Енді бұла құдаға, елге аман есен бармасын, қош болаңыз, достар шақырып, мына құдаларыңыз құдаталақ беріп берді, бір дастархан жаясыз. Қошеметті қой, құда табақ құдамызға. Шақырас, достар, ағайындыңыз бәрін шақырып. Өзіңіз қосас шепсіз деп қойыңыз. Қай жұтта қосыңыз? Иә, міндет түрде. Иә, соны қойсаңыз кейін. Соны Ағашларыңызға бір қошемет қойып, таза осындай кезде өз екі ағадан қошемет немейді екен, бірінші естімей қалғандар, екінші көре алмай отқандар. Бірінші көшеден енді мына қымбатты құдалар, мына ізеткен айзап ойламайды дейді. Бұл да бір қазақтың салты дәстүрі. Мына құдаларымыз қолдан келгенше кәде мына сисия батырдың башасын қойды. Енді мына тамадан атынан да арнайы шиба ки, менің атына кит болады деп қояды. Бірінші бата сұрамаса құдалардан. Илахи амин десеңіздер құдалар. Құдаға көрінбейді құдар. Амин. Жезде деп. Амашылар. орта келген кезде өзіміздің әмсек. Алла екі жақты бақыт етсін. Алла нені армандаса, нені қиялдаса орындалуына нәсіп етсін Алла. Алла құдалығымыз 1000 жылдық, күйеулігіміз 100 жылдық бола берсін. Екі ортада жаңа арба жүрсін, дорба жүрсін, жақсылық жүрсін. Амин Аллаху.